Қалалық үлгілі қазақ кітапханасы 2000 жылы мәдениетті қолдау жылы ашылған болатын. Кітапхана ашылған кезде кітап қоры 3000 дананы құраса, қазіргі таңда 30 мыңдай кітап қорымыз бар. Қалалық үлгілі қазақ кітапханасы 4000-нан астам оқырманға қызмет көрсетіп келеді. Кітапханада оқу залы, абонемент бөлімі оқырмандарға қалтқысыз қызмет көрсетеді. Сондай-ақ кітапханаға оқырмандарды көптеп тарту мақсатында кітапхана жанынан әдеби көкше әлемі клубы және Өкілімай қыздар клубы құрылып, өздерінің жұмыстарын атқарып келеді. Ата заң талқыға түскен жиынға саясаткер, ғалым, жазушы ақындардан бастап білім ордаларының халық арасында оюлы Қуаныш лақап есімімен белгілі ақын Қуаныш Оспан ауылдың баласымын аспандағы астра. Ел жастар эксперименталды лабораториялық театрының актерлары Ахатир атындағы жоғары мәдениет колледжінің студенттерінен құралған үлгі боларлық шығармашылық қолға алып жүрген жастардың бірі Мұратқазы Жәмилғазы. Қазақтың бас ақыны Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойына орай қазақ руханиятының қара шаңырағы қазақ кітапханасында Абай әдеби орталығы ашылды. Бұл орталықтың мақсаты Абай шығармашылығын, даналығын, тағылымын жұртшылыққа насихаттау. Сондай-ақ келешек жас ұрпақты Абайдың бай мұрасы арқылы отансүйгіштікке шақыру, халқымыздың тілін, өнерін, мәдениетін, әдебиетін қастерлей білуге шақыру. Қаламыздың кез келген тұрғыны біздің оқырманымыз бола алады. Қалалық үлгілі қазақ кітапханасы және Абай әдеби орталығы өз оқырмандарын күтеді. Біздің мекенжайымыз Мәңгілік алауға қарсы, Бауыржан Момышұлы 55.